Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен песочный тестадан өте дәмді печенье рецептімен бөлісемін. Ең алдымен сары майымызға қантымызды шанышқының көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Енді жұмыртқамызды қосып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Енді қопсықышымызды және ұнымызды қосып, қамыр жасап аламыз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді астына ұнымызды сеуіп, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Міне қамырымызды жайып алдық. Дәл осындай насаткілермен кесіп шығатын боламыз қамырымызды дөңгелекше етіп. Қалаған нәрсемен кесулеріңізге болады, стакан немесе тағы басқа заттармен кесуге болады. Міне кесіп алдық, қамырларымыз дайын. Енді силиконовый коврикке орналастырып шығамыз. Міне пышақтың көмегімен кішкене узорлар салып шығып жатырмын. Сіздер салсаңыздар да, салмасаңыздар да болады. Бұл маңызды емес. Және де кішкене үстінен қантымызды сеуіп аламыз. 180 градуста 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің печеньеларымыз дайын болды. Өте дәмді әрі песочный болып шыққан, әрі қонақ келген уақытта тез жасалатын печеньелардың бірі болып саналады. Осы рецептпен жасап көріңіздер, тексерілген әрі дәмді рецепттердің бірі. Видеом сіздерге ұнаса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар.